Кешкі асқа қандай тамақ жасасам екен деп ойланып отырған болсаңыз, дәл осы видео сіз үшін бар болғаны 30 минутта өте дәмді әрі жеңіл қорытылатын тамақтың жасалу жолын көрсетемін. Міндетті түрде видеоның соңына дейін асықпай қараңыздар. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен тартылған етімізді қуырып аламыз. Өте қатты қуырудың қажеті жоқ. 1-2 минут қана қуырасыздар. Оның үстіне пиязымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Тұз салуды да ұмытпаймыз. Дәл осы кезде аздап тұзымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Келесі бізде сәбіз. Сәбізімізді де майдалап, төрт-бештілеп турап алдық. Сәбізімізді де 1-2 минут қана қуырамыз. Өте қатты қуырудың қажеті жоқ. Келесі бізде қызанақ, томат қоссаңыздар да болады. Қызанақты да салып, араластырып қуырып аламыз. Келесі бізде картошканы да дәл солай майдалап, төрт-бештілеп турап алдым. Картошкамызды дәл солай 1-2 рет араластырып қуырамыз, сол бізге жеткілікті. Енді картошкамыздың үстіне салқын суымызды құйып, қайнатып аламыз. Өте дәмді тамақ болып шығады. Бар болғаны 30 минутта осындай тамақ жасайтын боласыздар. Міне біздің суымыз қайнап шықты. Тағы да мен үстіне су құйдым 1 кеседей. Егер тұзы аз болса, тұзын саласыздар. Енді күрішімізді саламыз, жуылған күрішімізді. Суы осындай көп болып тұруы керек. Қақпағын ашып 5 минуттай қатты отта қайнатып аламыз. Суы тартылғасын 15 минутқа баяу отқа бұқтырып қоямыз. Сонымен біздің тамағымыз дайын болады. Міне бізде 15 минут уақыт өтті. Енді осының үстіне ас көктеріңізді қолдансаңыздар болады. Және сарымсақ міндетті түрде қосуды ұмытпаңыздар. Жақсылап араластырып, отымызды өшіріп 5 минутқа тындырып қоямыз. Сонымен біздің тамағымыз дайын. Бар болғаны 30 минутта тамағымыз дайын болады. Дайын болған тамағымызды ыдыстарымызға салып аламыз. Мен осындай шұңқыр ыдысқа тамағымызды салып, ыдысымызға салатын боламыз. Ерекше әсемдік береді. Тамағымызды жақсылап салып, үстін тегістеп, дәл видеода көрсеткендей етіп, ыдысымызға аударып аламыз. Міне біздің тамағымыз дайын. Қасына міндетті түрде салат қосып жеуді ұмытпаңыздар. Өйткені кешкі асқа көбіректеу салат жегендеріңіз жақсы болады. Отбасыларыңыз сүйсініп жейтін өте дәмді тамақ дайын болды. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көруді ұмытпаңыздар. Бар болғаны 30 минутта дайын болады. Жасалу жолы өте оңай. Үйдегі бар заттардан дәл осындай керемет етіп тамақ дайындайтын боласыздар. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, құрметті көрермендер, міндетті түрде тіркеліп кетуді, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.